Құрметті достар, қазір аяқ асты влог түсіруге шешім қабылдадық та, әр не істеп жатқан түсіруге шешім қабылдадық. Солай короче. Ана жақтағы вид Алматының виді. Примерно көрсетсеңіз болады. Осы жақта қазір 1-2 кадр алатын боламыз. Солай. Достар, короче, мына жерде тағы да съемка болайын деп тұр. Мынау трамплин ғой. Көріп тұрсыз ғой, трамплин екен, короче. Мына жерде бұрын тоже видеолар түсіргенмін, сөз салу болған ғой. Ол видеолар ютубта бар. Біраз просмотр жинаған. Қарамай қойыңдар, дұрыс түсірмеген ол кезде деп. Тағы да осы жерге келіп тұрық. Влог жалғасуда. Начали. Мен Зереп подробный батырмасын басып. Сәлем достар, қалайсыздар? Короче, Шымкентке жол тартайын деп жатырмыз. Сол алдағы уақытта қызықтар болады деп ойлаймын. Влог түсіріп көрмегенсің ғой, бірінші рет жатыр. Так что поддержите, лайк, подписку, бәрі болды. Осындай заставка. Бірінші остановка жолға тоқтап жатыр. Біз біраз жерден өттік. Тарғаптан өттік. Меркеге ентетеміз. Короче, достар, осы жерден сау болыңыздар. Жақсы. Рахмет. Жүрек жалғап алдық. Меркеде ма? Меркеде, короче, жүрек жалғап алдық. Енді дальше уже кетейін деп жатырық. Дальше Таразға ентетеміз. Так что мен бірінші рет Шымкентке барайын деп жатырмын. Так что осылай. Қара Шымкент көшедегі шара-бара бариге жетеді бізді шеттетет, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бариге. Уже цехқа, офисқа келдік. Енді қазір сөмкені бастайтын боламыз. Шымкент алайын деп бақыт салып кетсін. Бізден бақытталыңыз. Ана шара-бара деген не екен десем, газет екен бе? Көшедегі шара-бара екен. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бариге жетеді бізді шеттетет, как будто шетелдей. Бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бариге жетеді бізді шеттетет, как будто шетелдей. Осынша жұмысты кімге тапсырарын білмесең, алдың өтіп кеткің. Қармас етті шығармен. Начали. Осынша жұмысты кімге тапсырды білмесең. Бір орында тұрмыз. Қосалмаңыз ер. Просто әрқайсысы мына жерде андай бір өз фук деген белгілер болады, өз видеода ше. Эффектін ауыстырады. Білмейді дейсің ғой. Білмейді. Съемка примерно былайда 3 видео таргетке жіберілетін креатив. Енді айтып отырмын сіздерге. Мына жақта цех бар. Не үшін біз Шымкентке келдік, оны Алматыда түсіруге болатын еді. Просто цех и офистары, реальный офистар осында. Сол үшін осында келу керек болдық. Келістік. Сценарий примерно жаздық. И уже түсіреміз. Цех. Мына жақта бірінші цехты түсіреміз. Жұмысшы амал қазір түсіретін боламын. И потом уже офиста сөйлейтін call to action'дері болады примерно. Макс, 1 минут, тишина, 1 минут, кадр, 5 минут. Сенің жиһаз бизнесің бар. Айлық тапсың, сенің жүгіргеніне байланысты. Себебі 3, 2, 1. Саған бизнесіңді жүйелеп, бизнес сыртына шығу керек. Көзге. Я знал, что ты придешь. Короче, достар, бірінші креативті бітірдік. Осы жерде соңғы нүктелері бітті. Сол 2 бар, 3 бар, әрі жұмыс
көп. Так, достар, короче, разговорный речь барлығы бітті. Но бірақ та қазір мен цехқа барып, жұмысшылардың жұмыс істеп жатқанын бір прогон ашуым керек. И сосын уже съемка аяқталады. Сонымен прям нормальный съемкалардың бірі болды. Әдемі прям дайындығы, брейншторминг бәрі бар прям. Еще Шымкентте жүрсің ғой еще. Короче, сондай. Короче, мына жақта осындай сценариймен жұмыс істеп жатыр. Все, мен түсіріп келдім. И смена окончена. Официально я вам предоставляю информацию. Ну, смена окончена, онда қалай 10 сағаттық монтаж бар. Алматыға барғаннан кейін. Шымкент как Мексика. Короче, съемка бітіп, осындай менен консультация алған оқушымен кездесуге келдім Арбатта. Арбатқа енді Шымкентке бірінші рет келгесін. Қалай келіп тұрып, келмей кету мүмкін. Сол үшін Арбатта жүрік осылай. Мынау менің влогыма кететін видео. Короче, мына мен кішкентай кезімде газ вода деген ішетін. Көреміз қазір, осы менің кішкентай ностальгияма бере ала ма, бере алмай ма? Газированная вода. Вкус детства навсегда. Кайф бар ғой, кайф. Ну, Шымкентте осындай ыстықтар. Нан ішсеңдер бар ғой, ішіңдер. Короче, мы едем домой. Шымкент, Алмата. На этом все, дорогие подписчики. Таксиден мен түстім ауылға. И потом уже жай кішкене жүріп, уже қазір күтіп алайын деп жатыр. Уже үйге барамын. Сәл ұйықтап алғаннан кейін, күш жинап алғаннан кейін монтажға кірісіп, бұйыртса кешке, либо бүгін түнге бітіріп тастауға тырысамын. Вот осымен әдемі проекттің соңы болды. А сейчас я подбираю музыку для первого видео. Что-то кішкене андай бір сказочный. No! Маған андай керек, кішкене болады бір завораживающий ма, кішкене андай бір таинственный нәрселер керек маған. Чо, қалай, брат? Нормально ма, ну? Бірінші, более так себе болады. Мексиканец емес қой. Так. Lovely Day деген музыка екен. Маған вообще инструментал керек, ағайын ау. Ауырмау, маған инструментал керек. Эй. Мына өлеңмен жоқ, болмайды. Так. Избранные. Андай кішкене бір эмоция беріп тұрады, что мужская тема ғой, мен білмей дегенше. Ну, дауысын бәсеңдетсең 50% келіп қалады, но 100% емес. Әлі іздену керек. Вот что. Бұл креатив дегенге музыка іздеп бару қажет емес, по идее. Потом іздейсің. Болады кейде. Съемка алдында іздейтін болады, там роликтарға, там 1 минуттық рекламалар. Оларға алдын ала іздейсің. Ал креативке асықпай, потом іздеуге болады. Айтып тұрмын ғой, екі жағдай бар деп. Қолданатын жері бар, қолданмайтын жері бар.